Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Бүгінгі сабаққа деген дайындығымыз қалай? Сол тапсырманы қайтып жылдам, бірге дұрыс шешім қабылдайтын аңғаратын боламыз. Екінші топ не болдыңыздар? Болдыңыздар ма? Екі минут уақыт беріңізші, біз қарамыз. Оқушылар өкінішке орай барлығыңызға бірдей уақыт беріледі. Сіздерге тек қана бірлікте ынтымақта жұмыс жасасаңыздар ғана бірдей жауап шығады. Неге осылмаймыз? Әркім өз-өзімен істеп отыр. Егер де біз де осылар сияқты істесек, біздің қай жеріміз кем? Ақбота, Айсері, бірге жасайық. Балалар, онда біздің бірігуіміз керек. Біз үшінші тапсырманы міндетті түрде ана топтан қарағанда тез шығарып, бағалауымыз керек. Айсері де Жарайсыздар, кәні көрек тексеріп. Айсері шығарды. Я, екі бір зат. Жарай, керемет, сіздер топтарыңыз жеңді. Жарайсыздар. Ал, құрметті оқушылар, енді өзімізге баға беріп көрейік. Сіздерге осы есептерді дұрыс және жылдам шығаруға не көмектесті? Қалай ойлайсыздар? Ағай, мен айтсам болады ма? Жарайды, тоқта айта қойыңыз. Менің ойымша, топтық жұмыста әрбір адамның өзінің бір рөлі болады. Біз егер де ол рөлін тыңдамаса, ол адамға құлақ түрмесек, біз онда бұл есептерді осы бірлігімізсіз ештеңе шеше алмайтынымызды түсіндік. Бәрекелді. Тағы кімде қандай пікір бар? Ағай, мен де сөз қосып жіберейінші. Негізінде басында мен Айсерінің біздің топта болған қаламап едім, және де шына керек мұңайықта қалдым. Бірақ соңғы үшінші есепте Айсерсіз біз шыға алмайтынымызды және топтық жұмыссыз біздің қолымыздан ештеңе келмейтінін түсіндім. Міне оқушылар, жаңа топтық жұмыстарда көргендеріміздей, әрбір оқушының өз орны бар, және ол өте маңызды екенін түсіндік. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей, атам қазақ. Мына сіздерді екі топқа бөліп, бірге бірлікте ынтымақта жұмыс жасай отырып, сіздердің жақсы жетістікке жететіндеріңізге көзім жетті. Енді мен сіздерді бұдан әріректе де осындай бірге отырып ынтымақтаста жұмыс жасайды деп кәміл сенемін. Қиын оқушы болмайды, қиын мәселе болуы мүмкін. Ал әрбір мәселенің өз шешімі бар. Педагогика атты ғылыми еңбегінде Мағжан Жұмабаев атамыз жас бала жас бір шыбық, жас кезінде қалай иіп тастасаң, есейгенде сол күйінде қатып қалмақ деген ой түйін жасаған. Оқушының жан-жақты тәлім тәрбие алуына, олардың ішкі қасиеттерін анықтап, дарынын шыңдап, сол арқылы өздері көздеген тәрбие бұлағына жағдай жасауымыз қажет. Ал бұл үшін Назарбаев зияткерлік мектептері 15 жыл жаңа мүмкіндіктерге жол ашты. 10 жыл тәжірибемізде сыналды. Білім көгіне бірлікпен.